Кім еді негізі басшы үйде? Еркек емес пе? Ар-риджалу қаувамуна аля ниса. Алла тағала еркектерді әйелдердің үстем етіп жаратты ғой. Қазақ айтты ғой, әйел бастаған көш оңбайды деді ғой. Пайғамбар айтты ғой саллаллаху алейхи вассалам, Құдайдан кейін біреуге сәжде қылу керек болатын болса, онда әйелі еріне сәжде қылатын еді дейді. Ал қара. Ең ұлық ғибадат бұл сәжде. Бірақ адамға адам сәжде қылынбайды деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мінекей, осындай әркім өзінің міндетін білмегеннен кейін, кеше бір семья айтып жатыр дейді ғой, неге ажырастым десе, маған күйеуім Инстаграмдағы блогер қыздардың өмірін сыйлай алмай жатыр деп айтады дейді. Ойпырмай. Сонда жұрт солай өмір сүр деген деп, солай өмір сүру керек деп саған жазылған ба не? Кім айтты оны? Ол саған бүкіл қайғысын көрсете ма? Инстаграмда біреу қайғысын көрсете ма? Тек шат-шадыман көңілін ха-ха деп жүрген көрсетеді ғой, болды ғой. Оның ішінде не болып жатқанын білмейсің ғой сен. Сосын сен оның өмірі күн сайын ха-ха деп ойлайсың да, соған сондай болам деп, қой ондайды. Өтірік ол деген. Инстаграмдағы өмірді сыйлай алмады маған күйеуім деп айтады дейді. Сол үшін ажырастық дейді. Не деген әңгіме ол? Осындай әңгіме бола ма? Алла сақтасын.